Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таза табиғи өнімнен қызыл ірімшікті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт қажет болады. Сүтті ыдысқа құйып, астындағы отын барынша көтеріп, сүтіміз қатты ысығанға дейін күтетін боламыз. Сүтіміз қатты көтеріліп піскенге жеткізбей, жарты литр айранымызды құйып, араластырып аламыз. Осы кезде сүтіміз іріп, аз-аздан сары суы бөліне бастайды. Енді астындағы отын барынша жай қойып, қазанның қақпағын жауып, 2 сағаттай қайнатып аламыз. Енді ірімшігіміздің реңі өзгере бастайды. Сол кезде қалауымыз бойынша 100-200 грамм қантты салып, азғантай араластырып, қантты ертіп аламыз. Ары қарай қазанның бетін жауып, баяу отта 2 сағат қайнату қажет болады. 2 сағаттан соң дайын болған ірімшігімізді таза дәкеге салып, сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз. Ірімшігіміздің үстінен басып, осылай сары суын шығуын жылдамдатуымызға болады. Сары суды да қажетімізге пайдаланып, одан құймақ дайындайтын боламыз. Сары судан дайындалатын құймақтың рецептін жоғарыдағы сілтемеден өтіп көрсеңіздер болады. Ірімшігіміздің үстінен қатты затты бастырып 2 сағатқа қойып қоямыз. Жасалуы өте оңай, табиғи өнімдерден дайындалатын ірімшігіміз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.